Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мясной пирогын жасаймыз. Алдымен ұн мен тұзды жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін сметана мен жұмыртқаны араластырып қоясыздар. Және бөлме температурасындағы майды осылай ұнға салып, кружка болған араластырасыздар жақсылап. Және одан кейін сметананы салып, қамыр егеміз. Қамырымыз дайын. Қамырды екі бөлікке бөлесіздер, яғни біреуін үлкен, біреуін кіші бөлікке бөліп қоясыздар. Одан кейін салмасын жасауға кірісеміз. Салмасына тартылған ет, картошка, пияз, тұз, қалаларыңызша бұрыш қосуға болады. Картошка қосу қоспау өз еркілеріңізде. Картошка қоссаңыздар өте дәмді шығатын болады. Одан кейін тестасын жаямыз. Ең алдымен үлкен бөлігін пергамент қағазға осылай жайып аламыз. Пергамент қағазына жайсаңыздар өте ыңғайлы болады. Одан кейін кіші бөлігін жаямыз, видеодағыдай. Одан кейін салмасын үлкен бөлігіне салып, үстіне кіші бөлігін қаптаймыз. Ең алдымен видеодағыдай бірінші бекітіп аламыз жан-жағын. Осылай. Одан кейін қалаларыңызша өрсеңіздер болады. Ауа өткізіп, ішіндегі фарш пісу үшін осылай тесік қалдырамыз және жұмыртқаның сарысын бетіне жағамыз. Одан кейін қызып тұрған 180 градустық пешке 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Ас болсын, дәл осындай рецептпен жасасаңыздар өте дәмді шығатын болады. Барлықтарыңызға ас болсын.